Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, мынау автоцон. Мына вождениеге беріп қойған көліктері өте нашар. Сырты жылтырап тұр, аяқтары деген доп болып жатыр, лысый. Таз болып жатыр аяқтары. Новый көліктер, ана жерде В категорияға Hyundai бар, Elantra. Біреуі механика, біреуі автомат. Аяқтары лысый болып жатыр. О қалай, о 2022-23-тің көліктері ғой, бір жылда оқ мынандай кішкентай жерге қалай лысый болып қалады. Құдай білет, ауыстырып алды ма. Мына вождение жүргізетін оқытушылар да өте дөрекі, адаммен дұрыстап сөйлеспейді. Десең мә дейді. Мына КамАЗбен, мысалға, мына прицепті қосып айдайтын болсаң, С категориясына мына жолдар не рассчитаны вообще есептелмеген. Мына бордюр болса бәріне тигізесің, тек КамАЗдың өзін айдап шықсаң да, мына прицеппен айдау өте қиын. Сол мәселелерді неге қарастырмаған, неге қарастырылмаған? Мысалға, каждый осы жерде көлік айдаған вождениеге 4 мың, 4,5 мың, 5 мың теңгеден ақша төлейді. Неге осы көліктерін жаңартып, аяқтарын жаңалап, кейбір көліктерінің диск сцеплениясы кетіп жатыр кәдімгідей. Буксовать етіп, кішкентай подъемға шыға алмай қалады. Ана бір жерде подъем бар. Осыларды бір құзыретті органдар тексеріп қараса екен дейміз. Мына халықтың игілігіне, халыққа қызмет көрсетуге арналған орталық қой. Осыларды қарап жөнге салса екен дейміз.